Жираф туралы қызықты деректер. Керік, яғни жираф, жер бетіндегі ең биік жануар. Ол өз биіктігімен, ұзын мойнымен және ерекше дақтарымен танымал. Бұл жануар Африканың кең далаларында мекендейді және өзінің таңғажайып ерекшеліктерімен көптеген адамды қызықтырады. Керіктердің өмірі, анатомиясы және мінез-құлқы туралы көптеген қызықты дерек бар. Оларды білу бұл жануарды одан әрі жақсы түсінуге көмектеседі. Керіктердің орташа биіктігі 5-6 метрге жетеді. Бұл оларды әлемдегі ең биік жануарға айналдырады. Ересек керіктің салмағы 1200 килограммға дейін жетуі мүмкін. Керіктердің мойнының ұзындығы шамамен 2 метрге тең. Керіктің жүрегі 11 килограммға дейін салмақ тартады және минутына 60 литрге дейін қан айдайды. Керіктердің тілі өте ұзын. Ол шамамен 50 сантиметрге жетеді. Тілінің түсі көкшіл қара. Бұл оны күннен қорғайды. Керіктердің көру қабілеті өте жақсы. Олар бірнеше шақырым жердегі нысандарды көре алады. Керіктердің әр дағының пішіні мен үлгісі қайталанбайды. Әрбір керіктің дағы өзінше ерекше. Керіктер тек қана өсімдік қорегімен қоректенеді. Олардың негізгі рационына акация ағашының жапырақтары кіреді. Күніне бір керік 34 килограммға дейін шөп жей алады. Керіктер аз су ішеді. Олар суды негізінен өсімдіктерден алады. Керіктер 2 күнге дейін су ішпей жүре алады екен. Ұйқы кезінде керіктер 5 минуттан 30 минутқа дейін ғана демалады. Керіктер 60 км/сағат жылдамдыққа дейін жүгіре алады. Жаңа туған керік шамамен 1,8 метр биіктікте болады. Жаңа туған керіктер 30 минуттың ішінде тұрып жүре бастайды екен. Керіктердің жасы 25 жылға дейін жетуі мүмкін. Керіктерді жыртқыштардан қорғайтын тәсіл қуатты тепкі. Бұл оларды арыстандар мен басқа да жыртқыштардан сақтайды. Керіктердің қан айналым жүйесі ерекше. Олардың қан қысымын реттейтін арнайы клапандары бар. Керіктердің мойын омыртқаларының саны адамдардікі сияқты барлығы 7 омыртқа. Әр омыртқаның ұзындығы шамамен 25 сантиметр. Керіктердің миы денесіне қарағанда кішкентай, шамамен 600 грамм. Керіктердің жүні күн сәулесін шағылыстырып, оларды ыстықтан қорғайды екен. Олардың терісі қалың және қатты. Бұл жәндіктер мен тікенектерден қорғануға көмектеседі. Керіктердің басты жаулары арыстандар, қабыландар және шибөрілер. Керіктердің орташа жүктілік мерзімі шамамен 15 ай. Керіктер топ-топ болып жүрсе де, олардың белгілі бір көшбасшысы жоқ. Жүріс-тұрысы ерекше. Олар алдымен бір жақтың 2 аяғын қатар қозғалтады. Керіктер судан қорқатын жануарлар қатарына жатады. Оларды өзеннен өткізу өте қиын. Африканың кейбір елдерінде керіктерді қасиетті жануар деп санайды. Керіктердің популяциясы соңғы бірнеше 10 жылдықта айтарлықтай азайып кетті. Сондықтан оларды қорғау шаралары күшейтілуде. Жынысын олардың мүйіздері арқылы ажыратуға болады. Еркектерінде мүйіздерінің ұштары жалаңаш болады, ал ұрғашыларында мүйіздерінің ұштары шашақтармен жабылған. Керіктер табиғаттың бірегей туындысы. Олардың биіктігі, өмір салты, сыртқы келбеті бұл жануарды басқалардан ерекшелендіріп тұрады. Табиғатта керіктерді бақылау арқылы адам баласы табиғаттың әсемдігін және оны қорғау қажетін түсінеді.